Салмамыз дайын, қолдың нанымен, жас етпен, мінекей тамаша салма болды. Қойдың жас еті мінекей, өзі қазанға піскен, қандай тамаша. Етіміз пісуге дайын, енді нанын дайындап аламыз. Тұз саламыз, енді су құямыз. Нанымызды қатты қылып істейміз, езіліп кетпеу керек. Неше түрлі салма болады, сүт салма болады, май салма болады, ет салма болады. Әр нәрседен салманы істей беруге болады. Салманың нанын қолданысып салса, өте тәтті болады, жақсы болады. Вермишель салмай, үкіметтің нанын салмай, осылай қолданысып салса, салмаңыз қою болады, өте пайдалы, тәтті болады. Қолданысқан нанға ештеңе жетпейді. Енді бір 5-10 минуттей иығанып тұрады. Сосын самын. Етіміз міне пісіп жатыр, енді пиязды саламыз. Картоплын саламыз. Сарымсағын саламыз. Нанымыздың иығанды, енді самыз. Міне етіміз пісті. Міне қолданысқан нан әдемі. Мен тез қайнап кетсе, уже дайын болады. Қандай тамаша салма болды мінекей. Қолдың нанымен, жас етпен, қойдың жас еті мінекей. Өзі қазанға піскен. Қандай тамаша. Мінекей тамаша салма болды. Картошкасы бар. Қандай әдемі мінекей салма. Етан жақта. Жүп-жұмсақ болып пісті. Елжіреп тұрып пісіпті. Тамаша. Нағыз салма болыпты. Салма десе салма. Тамаша. Қоп-қою. Қолдың салмасы, картопмен. Наны қандай әдемі. Тамаша, еті деген елжіреп піскен. Жүп-жұмсақ болып. Аз-аздап кішкене моркоп, әлгі сарымсақ нелергені қостық, кішкене дәм болсын. Абылай қолдың наны. Ғажап, тамаша. Далада жүргесін ба? Природа ағаштың ішінде ескен сияқты болып отырмыз.